Қыз шашын қиып тастап, оған балауыз қиып парик жасап алды. Түнде оның бөлмесіне бір ер адам кіріп келіп, оған тиіспек болғанда, қыз париктің көмегімен қашып құтылады. Қашып келе жатып, бетіне қарамай жағып үлгерді. Артынан қуып келе жатқан адам одан көз жазып қалады. Ол іздеуді жалғастырмақ болған сәтте күзетшіге кезігіп қалды. Күзетшілер бірдеңені байқап қоя ма деп қауіптенген ол парикті тез лақтырып жіберді. Сол сәтте қыз құбырдың астына тығылып қалған болатын. Бұл қамалдағы қауіпсіздік өте қатаң еді. Ешкімнің еркін кіріп шығуына рұқсат жоқ. Бірнеше жыл өтеді. Әлгі қыз өзін ол бала сияқты көрсетіп, жөндеуші болып киініп алып, жұмысшылар тобына сәтті араласып кеткен. Күн сайын ең ауыр қара жұмыстарды атқарса да, қыз бір күні міндетті түрде бұл жерден қашып шығатынына сенетін. Бірнеше жыл бойы табандылықпен еңбек еткеннен кейін ол топ басшысының мақтауына ие болып, соғыс фурасымен сапарға шығуға мүмкіндік алды. Сол себепті ол еш ойланбастан жоспар құрады. Топ жолға шығатын күні алдын ала тамақ дайындап, көліктің астына жасырып қояды. Қыздың ойы көлік жолдың ортасына жеткенде өзіне қолайлы сәт тауып қашып кету еді. Бірақ күтпеген жерден жолда керуенге шабуыл жасалды. Ең сорақысы, шайқас кезінде оның шын мәнінде қыз екені капитанның алдында әшкереленіп қалады. Фильмнің атауы Фуриоса.